Сәлем достар, қазір сағат 7:40 және мен жатақханадан шығып университетке қарай бара жатырмын. Бүгін сіздермен бірге боламын және блог жүргізетін болам. Менің университеттегі бір күнім. Мынау мен видеоға аяғымды түсіріп бара жатқан. Қарап тұрсақ, мына жерде көрініс өте әдемі. Ал бұл менің бүгінгі образым. Бұл біздің журналистика факультеті және бұл Нұрай. Нұрай маған қарап бірдеңке айтып келе жатыр. Бізде бірінші сабақ ағылшын тілі және бізге мұғалім өте көп тапсырма берді. Яғни біз аз уақыттың ішінде өзіміздің білімімізді, ағылшын деңгейімізді көтеріп алуымыз керек және соны бізге түсіндіріп жатыр. Сабақ өте қызықты өтті. Ал мен бүгін қолыма өзімнің ID картамды алдым. Бұл біздің университеттегі студенттердің төлқұжаты деп айтсақ та болады. Соңғы сабақ бізде лекция, яғни Какен Камзин профессор журналистикаға кіріспе негіздері туралы лекциясын біз ұйып тыңдаудамыз. Бұл қабырға бізде Қазақстан журналистер академиясы және осындай локациялар суретке түсуге арналған. Бізде сабақ бітті, енді қазір біз асханаға бара жатырмыз. Штативсің ғой, че там? Аздап қана. Аздап емес, конкретно штатив болып тұрмын ғой, че там? Кірсем бола ма камераға? Камераға кірсем бола ма? Камераға кірсем бола ма? Ютубтан көресің өзіңді, пожалуйста. Сәлем достар. Ютубқа блог түсіресің ба? Түсірсей мен? Сәлем достар. Мен штатив. Азаннан бері менің блогымда көрініп жүрген қылтиып Нұрай бізді. Ал біз қазір өте керемет кездесуге бара жатырмыз. Тамақтанып алып, ойып алып бізге барамыз. Дәл қазір біз Қазақстанға белгілі кәсіпкер, бизнес-тренер, сонымен қатар Көлсай Номадс қонақүйлер жүйесінің негізін қалаушы Сырымбет Таудың бизнес-тренингінде отырмыз. Және бұл бизнес-тренингтің тақырыбы жетістікке жетем десеңіз. Яғни жетістікке жететін адамның бойында қандай қасиеттер болу керек. Және ол өз уақытын қалай жұмсау керек. Сонымен қатар қаржылық сауаттылығын арттыру жайлы мағлұматтарды алдық. Тренингке келген жастар өзінің ойында жүрген көкейтесті сауалдарын қойып, спикерден өзіне қажетті жауаптарды ала алды. Біз дәл қазір Сырымбек Таудың семинар тренингінен шықтық. Ал енді мен дебаттың, алтын сапа деп аталатын Казгудың дебат клубына кастингке өтуге бара жатырмын. Тіркелсем ба деген ойда бар. Көреміз. Бұл бізде Әл-Фараби кітапханасы. Қазір осы кітапхананың 3-ші қабатында кастинг өтіліп жатыр. Яғни дебат клубқа жазылам деушілер алдын ала кастингтен өтеді. Және мен өзімнің бағымды сынап көрмекшімін. Ең бірінші бізге сауалнама берілді. Осыны толтырып, өзіміз жайлы ақпарат берудеміз. Екінші кезең бұл сұхбат кезеңі және бізге логикалық, психологиялық сұрақтар қойылды. Біз бастапқы А нүктесіне оралдық, яғни мен жатақханадамын. Менің сіздермен бірге болған бір күнім университеттегі аяқталды. Ары қарай күннің жартысы бұл менің үй тапсырмам орындалу және келесі күнге дайындалумен өтеді. Сау болыңыздар.